Yes? Not you, him. What's your name? Me. Yes, you. I am me. He's me. And I'm you. Сәлем барлығыңызға, видео сіздерге қызықты болды деген үміттемін. Егер де сіз осы Кристакардың ситуациясына түскіңіз келмесе, осы видеоны қараңыз. Кеттік. Let's do it! Rock that world! Rock that world! Бүгінгі тақырып How to introduce in English. Ағылшын тілінде қалай таныстыру керек. Өзіңізді таныстыру, немесе басқасын таныстыру, бұл өте маңызды роль атқарады. Сондықтан, осы видеоға қатты назар аударыңыздар. Біріншіден бастайық, introducing yourself. Өзін таныстыру. Негізінде бұлай 3 түрі бар, бірақ бұдан да бұлай қысқаша, немесе сәл өзгертіп айтуға да бола береді. Біріншісі, hello, немесе hi деп айтсаңыз болады. My name is, и атыңызды айтасыз. Мысалы, my name is Bond, James Bond. Thank you, Mr. The name's Bond. James Bond. Екіншісі, hi, I am, name, атыңызды айтасыз. Көбінесе жұлдыздарды басқаша аты болады, олар өз атын қажеттенгісі келмеген адамдар басқаша ат қолданады. Ондай жағдайда AKA деп қысқартылып айтады, ол also known as. Ол осылайша да танымалы деген мағынаны береді. И атыңызды айтасыз. Мысалы, Hey, I'm Timothy, AKA Black Star. Басқаша түрде Black Star деп танымал деген мағынада. Okay, next one. Name and handshake. Тек атыңызды айтасыз и қол ұстасасыз. Егер әйелдер арасында болса, онда қол ұстасып та қажет емес. I'm Gatsby. Келесі, introducing others. Басқаларын таныстыру. Бұл өте маңызды. Бұл екіге бөлінеді. Біріншісі formal, ресми, casual. Ресми емес, бұның дәл қазақшасын мен таппадым, бірақ негізі ресми емес деген мағынада. Так, біріншісі, бұл жерде ресми болғандықтан сіз таныстырып отырған адамдардың беделін, позициясын біліп, сол адамның алдына сол беделін қойып, соңғы атын айтасыз. Көбінесе осындай беделдер болады. Доктор, принципал, профессор, мистер, миссис. Егер беделін білмесеңіз, тек мистер немесе миссис. Last name, фамилиясы. I would like you to meet my partner, or father, or coworker, or boss. Full name. Full name бұл толық аты. Мысалы, Mr. White, I would like you to meet my boss, James Bond. Or Dr. Smith, I would like you to meet my father, Jeremy Clarkson. Келесі, casual. Бұнда таныстарыңыз арасында, достарыңыз арасында керектенесіздер. Онда name 1, ол бірінші адамның аты, name 2, ол екінші адамның аты. Так, name 1, I would like you to meet my brother, or friend, boyfriend, or teammate. Name 2. Name 2, this is name 1, my brother, friend, etc. Таныстырған кезде екеу жайлы қысқаша информация бересіз. Мысалы, Сара сіздің қыз жолдасыңыз болса, и Айдос. Айдосты сіз футболдан танисыз. Сол мысалды көрейік. Айдос, I would like you to meet my girlfriend Sarah. Sarah, this is my soccer team captain, Айдос. Аудармасы, Айдос, мен саған қыз жолдасым Сараны таныстырмақпын. Сара, бұл менің футбол командасының капитаны Айдос. Деп, екеуіні атын айтқан кезде, қолыңызбен ұстап, немесе қолыңызбен көрсетіп тұрып айтасыз. Екі адам жайлы туралы кішкене информация беруіңіз қажет. Немесе, тек қана атын айта саласыз. Name 1, this is name 2. Name 2, this is name 1. Айдос, this is Sarah. Sarah, this is Айдос. Айдос бұл Сара, Сара бұл Айдос. Қайткен күнде
әрбір адамға маңыз беріп, бір-бірін таныстыру керек. Тек қана айдос дейсіз Сара деп қана қоймаймыз. Бұл жерде неге дегенде Сараға мән берілмей қалады. Сондықтан Сараға да мән береміз. Сараның да атын айтып, Сара бұл айдос деп айтуымыз қажет. Maria, this is the guy I was telling you about. Hitch, that's my sister, Maria. And that's her husband, Tom. Осымен видеом аяқталды. Сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Келесі кездескенше, бай-бай. Thank you so much. Thanks.